Ал енді құрметті ауылдастар, мына бүгінгі өткізіп жатқан қоғамдық тыңдауымыз Қоскөл ауылындағы Қазақстан Республикасының Ұлытау облысы Ұлытау ауданындағы Құмкөл кен орнындағы учаскесінде Ақши, Бастарау, Бақсарай және Қарабұлақ бірінші, екінші кен орындарының учаскесінде 5-ші карьерде құм өндіретін тау-кен жобалары бойынша мынау есіміңіз Қылышбаев Салауат, сол инженерлік экологиялық маманы ары қарай түсіндіру жұмыстарын ары қарай жүргізді. Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары. Бастысы осы қоғамдық тыңдаудың хатшысын сыйлау керекпіз. Хатшысын деп Асхат Жұмағұлов, біз әзірлеуші мекеменің директоры. Сізге предложение беремін соны сыйлауға. Қарсы болмасаңыздар, Жұмағұлов Асхат осы тыңдаудың хатшысы болып сыйланады. Қарсы емеспіз. Енді жоба туралы айта кететін болсақ, жаңағы айтқандай, Нұрлан аға айтқандай, осы Құмкөл кен орнындағы 5 участоктықта карьер ашайын деп отыр, құм өндіретін. Ол 5 карьер негізі Қоскөл ауылынан 140-тан 170 километр жерде орналасқан, осы Құмкөл кен орнының контракттық территориясында. Олардың көлемдері әртүрлі, 11 гектардан бастап 150 гектарға дейін. Бірақ олардың объем добычы бәрі 5 карьердің бірдей болады. Яғни ластаушы заттар, отход бәрі карьерден тек бірдей сандар шығады. Айта кететін болсақ, карьердің технология добычасы келесі. Участокке экскаватор келеді, жерді қазып тастайды. Сол қазылған құмды автопогрузчикке салып, өзі өндіріске апарады. Өндірілетін құм Петроказахстан Құмкөл ресурс мекемесінің ішкі пайдалануға арналасқан, яғни кен орнында жол салуға, сондай ұқсас жұмыстарға пайдаланады. Объем добычы әр карьерден жылына 300 мың куб. Сосын ластаушы заттар айта кететін болсақ, өндірісте ластаушы затты тек көліктерін шығады, жаңағы айтып өткен автопогрузчик пен экскаватор. Ластаушы заттар айтатын болсақ, әр карьерден жылына 300 килограмм болады, яғни 5 карьерден 1,5 тонна жылына. Оның ішінде ең көп ластайтын зат ол шаң. Жылына бір карьерден 190 килограмм шаң шығады. Су туралы айта кететін болсақ, 4 участокте ешқандай су объекттері жоқ. Ақши участокісінде, яғни поверхностный водный объект деп көлі бар. Соған біз су қорғау аймағы туралы проект жасадық, бәрі согласованияда өттік. Отход туралы айтатын болсақ, шығатын отходтар ол пайдаланған майланған чүберек, металлолом, қатты қалдықтармен және скрышный порода шығады, бірақ скрышный порода тек өндірудің бірінші жылына шығады. Скрышный порода дегеніміз не? Айта кететін болсақ, скрышный порода ол участокте үстіндегі құмын шешіп тастайды слойын, и карьердің шетіне жинап қояды. Яғни рекультивация болған кезде сол пайдаланған скрышный породаны бетіне төсеп тастайды, жерді тегістеу үшін. Пайдаланған май жылына 630 килограмм шығады. Майланған чүберек 70 килограмм, металлолом 160 килограмм, қатты қалдықтар 150 килограмм. Скрышный порода әр карьерден 12,857 мың тонн шығады. Құм карьер болғасын ешқандай табиғатқа, адамға ондай ешқандай вреді болмайды. Халық туралы айтатын болсақ, енді жұмыс деген жақсы ғой, жұмыс табысты болады. Бәрінше енді Құмкөл мекемесі осы ауылдың тұрғынына көмектесуге тырысады. Дегенмен осы менің докладым бітеді. Сұрақтарың болса, сұрақтарға жауап беруге дайынмын. Менде сұрақ бар. Көмек болады ма? Оны біз әзірлеуші мекеме болған үшін біз заказчикке ұсынысты айтамыз. Сол ауыл тұрғындарына осындай көмек керек деп, жаңа айтқанда электричество, су туралы және жол туралы. Ол 3 сұрақты да ұсыныс қылып жібереміз заказчикке. Яғни ресми түрде сосын Нұрлан ағаға жауапты жібереміз. Көп зиян тимейді, бірақ жаңағы отходтар бар ғой. Отходтар бар. Отходтар туралы айтатын болсақ, оның отходтар карьерде болатын отходтар жиналады да, Құмкөл кен орнына полигон бар өзінің, сол полигонға жиналады. Қызылорда нефтесервис деген мекеменің договорда тұр, ол переработка жібереді. Келісімшартпен алып кетеді. Келісімшартпен алып кетсе болды ғой. Дегенмен де 5 участоктеде мал өліп жатса, жол шаң тозаң болып жатса,
су құрып жатса онда халыққа не пайда болды? Айлық тапқаннан, ақша тапқаннан не пайда болды? Халықтың денсаулығына, малдың жағдайын ойламаған екен. иә, әр карьердің учаскесі зона болып тұрады ғой, указатель қойып қояды, карьер участок екен, машиналар жүретін екен, тоже участок, внутренний карьерный дорога көрініп тұрады машина жүретін жерлер, жалпы малшыларға да, малшылар туралы айтатын болсақ. Сіздердің ұсыныстарыңыз мына қазір видеоға түсіріліп отырғаннан кейін бұл негізі мына тапсырыс беруші мекемеге жіберіледі. Мына қарауға да. Сіздердің айтып отырған нәрселеріңіздің бәрі ертеңгі күні ескеріліп, олар бағанағы жұмысқа алу мәселесі, не болмаса бағанағы әлгі сіздің айтып отырғаныңыз бағанағы әлгі халықты әлеуметтік қорғау мәселесі да, ол жерде бағанағы әлгі электроснабжение, не болмаса бағанағы әлгі жол салу мәселелер, бұлардың бәрі негізі бұл кісілердің мұнай компаниясының өзінің бағанағы жұмысшы бағдарламасында көрсетілген, и оған қосыла мынаның да тағы өзінің рабочий программа надо учу дегені бар. Сол бойынша бұлар тағы да өздері сіздерге керекті бағанағы өздерінің бір мына кодекс жер қойнауын пайдалану және пайдалану заңы деген бар, кодексі бар. Сол кодекстің 204 статьясы бойынша ол мысалға мына әлеуметтік халықты қорғау мәселесі жөнінде өздерінің ставкасы бар. Сол ставка бойынша өздері төлеп отырады. Ол енді бағана қарастырылған бұл мәселе жөнінде. Кадрларды тағайындау, дайындау, мына қазақстандық местный кадрларды, жергілікті кадрларды тағайындау мәселесі де бұл бағанағы әлгі осы жобаның аясында бес карьердің осы бағанағы әлгі әлеуметтік бір бағана мәселелердің бірі болып қарастырылған. Онда бағанағы әлгі Құмкөл ресурс компаниясы өздері мойнына алады бұл мәселе жөнінде. Осы сіздердің пікірлеріңіз ары қарата ертеңгі күні жібереміз ол кісілерге. Өздеріңіз де бағанағы әлгі акимат арқылы шығып хатпен бұл мәселелерді көтеріп бағанағы қоюларыңызға болады. Сіздің сұрақтарыңыз? Сіздер мысалы ауылға жиналыс ашып отырсыздар ғой келе. Енді территория Құмкөлдікі деп отырсыздар. Біздің қатысымыз не? Заң бойынша ең жақын елді мекенге өту керек болғандықтан. Енді біздің жер болғаннан кейін, мысалы карьердің жоспары бойынша неше жылға? 10 жылға. 10 жылға ғана ма? 2034 жылға дейін. Тереңдігі қанша бөлігін 5 метр. 5 метр? Жылына 300 мың куб алынады. Ауылдан халық санына қанша процент жұмыс не бағалады? Бұл жерде бұл жоба қазір тек қана тау-кен жобасы өндіру топырақтың технологиясы, сол жерде салынатын әлгі техникалар жөнінде жазылады да. Бұл жерде бағанағы адамды жұмысқа қамту мәселесі бағанағы айтқан ол әлеуметтік жағдай. Сондықтан оны бағанағы әлгі акимат арқылы прямой өздеріне бағанағы хат қылдырып жіберсеңіздер болады. Олардың бағанағы жұмыс бағдарламасы бар, бағанағы өндіруге арналған жұмыс бағдарламасы. Ол жерде көрсетіледі, мынандай бағанағы дайындауымыз керек, мынандай адам болу керек деген мәселелер. Бұл жаңадан ашылып жатқан карьер болғаннан кейін ол міндетті түрде бұл мәселелер қарастырылады. Сондықтан әкімшілік арқылы шықсаңыздар болады ол кісілерге. Сіздер заң бойынша білесіз, жергілікті жерден бәленбай процент заң бойынша жұмысқа алынады, жұмыскер алынады. Тәртібі бойынша. Иә, ол жергілікті производство ашып отырсыз, карьер ашылып отыр, мысалы қанша мысалы процент халық алынады? Бұл жерде мына жер қойнауын пайдалану заңы бойынша бұл жерде бана 20 статьяда көрсетілген. Бұл жерде өндіруге арналған жұмыс бағдарламасы, не болмаса өндіруге арналған жұмыс жобасы жасалыну керек. Бірақ ол жерде бана процент көрсетілмейді. Оны тек қана регулировка жасайтын жергілікті органмен бағанағы әлгі тапсырыс беруші, не болмаса сол жердегі әлгі жер қойнауын пайдаланушы. Сол мәселелер жөнінде. Жергілікті органнан шықсын, бізде мысалы карьер ашылайын деп жатыр екен. Біздің мынандай бағанағы әлгі специалистеріміз бар деп айтсаңыз, ол мезгілде олар бағанағы қарастыруға тиісті. Бұл жерде мына просто так жазып тұр, бұл бағана жобаның ішінде 10 техника болатын болса, значит 10 техника, 10 машинист керек, не болмаса экскаватор біреу, бульдозер біреу, сосын әлгі мына шаңдатпау үшін тағы да полиомоечный бағанағы әлгі нелер бар, машиналар бар, оғанда бір-екеу керек болады. Сол мәселелер жөнінде өздеріңіз ұсыныс жасасаңыздар болады. Ақши Ақшқыл деген үлкен өзеннің бойы бар, білесіздер. Карьер қазғанда су кетеді ғой, шахта қазғанда су кетеді. Өзен кетіп қалмай ма? Жоқ, сол өзенді қорғау үшін проект водоохраны зон, установление водоохраны зон. Ол жасалынып уже. Және де сол Ақшидың полный алынбайды ғой, тек Ақшидағы бір участок бар, 11 гектар. Соның 11 гектар жерінде 4 гектарын пайдалануға болмайды деп бекіттік водоохранный полоса. Иә, бізде бүкіл ауыл сол сумен қамтамасыз етіп отырмыз. Бірақ біздің участокте біз спутниковый суреттер қараған кезде ол жақта су болған жоқ. Соңғы алыс па соны? Соны алыстау, бірақ фактически ол жақта ешқандай су жоқ. Иә, руслосы бар да кішкентай. И координатымыз бойынша
Тобол Торғайская водная инспекция айтты бізге, ол жақта водный поверхностный объект базаға кіріп тұр, бірақ вытечка ештеңе жоқ. Бірақ біз все равно оған проект дайындадық. Водоохранный зонаға знактарды қоямыз, полосаға да қоямыз. Водоохранный зонада жұмыс істеуге болады. Полосаның ішінде, полоса ішінде 4 гектар береді участоктың. Ол жерде ештеңе жасауға болмайды. Оған да знак қойып қоямыз. Оған да заказчик ескертіп қойдық. Енді сіздерде 10 жылдық жоспар болса, бізге основной керек жұмыс орны ғой. Жұмыс орны керек. Енді жаңағындай жол пол 10 жылда ондай подрядчик тартып береді деп айта алмаймын. Жол салып береді, асфальт салып береді. Ауылдың дамуына қарсы бағанағы мәселе ол. Оның бәрі бағанағы әлгі әлеуметтік қорғау мәселесі жөнінде олардың программасында көрсетілген. Ол программаны ол бағанағы әлгі жергілікті атқарушы органмен ауданның әкімі мүмкін де. Сол кісілермен бағанағы әлгі мекеме басшысы екеуі ғана шешеді сол мәселелер жөнінде. Бағанағы әлгі сіз айтып отырған Ақши деген өзен ол Тобыл бағанағы әлгі бассейн инспекция деген бар, ол кісілер су жоқ дегенмен де ол жерде бағанағы әлгі русло деп айтамыз ғой, әлгі бұрынғы ізі жатыр. Соған байланысты открытый источник жоқ дегенмен де біз бағанағы соған байланысты өзіміздің әлгі су қорғау белдеуіне арналған жобаны жасап уже біз келістіріп қойдық оны да. Қазір болмағанмен ертеңгі күні көктемде келуі мүмкін, не болмаса күзде келуі мүмкін, судың қарқыны бойынша сол із жатқан жерді қалдыруымыз керек не болғанда депті. Ол обязательно оны бұзуға, ол руслоны бұзуға не болмаса оған шамалап бана жақындап барып бір үлкен бір құрылыс жұмыстарын жүргізуге оған ешқандай рұқсат берілмейді. Біз әлгі открытый источник деп айтамыз, открытый источник жоқ болғанмен де біз бана проект жасауға тиістіміз. Жезқанда Қаракеңгір, Сарыкеңгір деген үлкен өзен бар. Үлкен Жезқазған сумен қамтамасыз етті. Соның қасына тура Итауыз, Сарыға, карьерлер ашылып, шахта ашылып. Судың бәрі өзен жоқ болып кетті. Кетіп қалды. Сондай болып жүрмесін деген ғой. Жалпы негізі руслосы бар ғой, картаны қараған кезде руслода кішкене астына кетіп бара жатыр ғой. Астына кетіп бара жатқанда машинаға да түсуге де қиын да. Негізі сол ол жерге ешқандай тиісті жасамаймыз. Жасамайды заказчик. Оған датқада салып қойдық. Осы проектке план природоохранных мероприятий деген құжат дайындалады. Соның ішіне де уже бюджетке салып қойдық. Водоохранный зонаға 9 штука және де полосаға да 9 знак болады да. Осы жерге ешқандай жұмыс жасауға болмайды дейді. Конторларыңыз осы ауылда бола ма или Құмкөлде болады ма? Жоқ, мынау Құмкөлдің өзінің жұмысы болады ғой. Өзі өндіреді. Иә, өзі өндіреді. Өзі ішінде карьердің ішіндегі Контора сол месторождение ішінде. Өздерінің бағанағы производственный частьте сол жерде бар. Сосын ар жағы Қызылорданың басында. Жол салуға сондай арналған ғой. Бұл жерде бағанағы мына қазіргі біздің жасап отырған этапымыз қазір тек қана мына жобаны сіздермен бағанағы қоғам тыңдауға алып келіп ары қарата бағана келісім алу үлкен мына органдардан, министерстводан, экологиядан келісім аламыз. Одан кейін барып бағанағы өндіруге арналған лицензия деп айтылады. Өндіруге арналған лицензияға алуға кіріп бара жатқан мезгілде бұл координат тағы да согласование өтеді. Сол мезгілде бағанағы сіз айтып отырған бұл жерде ашық источник бар ма, жоқ па? Олардың бәрін осы жерде бағанағы центр неде мына Ақтөбеде Запказнедр деген бар, центр Казнедр, Южказнедр деген бар. Осы мекемелердің бәрінің бағанағы сараптамаларынан өтеді бұл мәселелерді. Бұл координаттың бойында қандай да бір бағанағы су көздері не болмаса бір бағанағы үлкен стратегический объект болатын болса, ол кісілер бағана рұқсат бермесе. Бұл бағана жекелеген адамдардың көзқарасы емес, не болмаса біздің әлгі жолаушы мекеме болғаннан кейін кез келген нәрсені жаза береді деп ойламаңыздар. Ар жағында бұл координат согласованиеден тағы да өтеді. Анаяқтан да. А предварительно қазір өтіп келіп, бұны бағанағы запасы қорғалып, сөйтіп бағана келіп тұрған жағдай қазір да. Түсінікті ғой бізге енді. Производство болғасын жақсы ғой, өндіріс болған ауылда. Бірақ жұмыс болыпты халыққа. Шағын ауылда, жастар бар ауылда. Әскерден келіп отырып, білесіздер, жасы өседі. Солай. Сол производство алса, производство жұмыс істесе жақсы болар еді. Бұл мәселелеріңіздің бәрі бағанағы мына тапсырыс беруші мекемеге жеткіздіреміз бұл мәселелерді. Иә, производство алса болады. Ол маман деген сразу сол аспаннан келмейді ғой, бәрі сол жерге барып маман бола бастайды. Бәрі оқыту. Рахмет, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Мен бір-екі айтып берейін. Енді жаңа сіздер айтып отырсыздар ғой, карьер енді осы жерде Құмкөлден
осы екі ортада ең жақын аймақ Қоскөл ауылы деп. Сондықтан енді осы жерге қоғамдық тыңдау өткізіп жатсыздар, рахмет. Оған екінші тыңдау, қоғамдық тыңдау өткізетін Байқоңыр жата ма? жоқ, ауыл жақын осы болғаннан кейін осы ауылмен согласовать еттік, министерствомен согласовать еткен жеріміз соны айтты, жаңа сіздер осы айтып жатсыздар. Мынау ауылымыздың азаматы сұрақ қойып жатыр ғой. Сол жұмыс басталған уақыттарда қанша процент халықты жұмысқа қамти аласыздар деп. Негізі ондай мына кісінің сөзін қоштайтыным, елді мекендерде бірінен айта кетейін, қазір біраз елді мекендер жабылып жатыр. Оны өздерің білесіздер. Неге? Шалғайда орналасқаннан кейін бұл жерде жастар болады, жұмыс болады, жұмыс көзі жоқ. Міне бұрынғы уақыттарда осыдан осы темір жол түскенге дейін осы ауылда 50 үй болған. Соның міне қазіргі уақытта енді осы темір жолдың келгенінің арқасында ауылымыз өсіп өркендеп келе жатыр. Енді осыған қосылып сіздер де мына жерден іргемізден жақын жерде карьера ашып жатсаңыздар, жаңа өзіңіз айтып жатсыз, әкімшілікпен байланысамыз деп. Мен соны өзім сіздер айттыңыздар, мен естідім, халық естіді. Соған өтініш, соны ашып жатқан уақыттарда қанша техника болсын, қандай жұмыстар болсын, соның жаңағы ұйымдастырушы кісіге соны жеткізіп, маған хат жөнінде жіберсе, именно соны алып бізде орын жоқ деген, мысалы мен де өз басым қаламаймын. Себебі бұл Байқоңыр аймағында да осындай мәселе ашылған орны. Соған мен өзім осыдан енді бұған бұл әкімшілікке келмей тұрғанның өзінде қара халық ретінде бар. Сол үйден жұмыс сұраған, сол жұмысын сұраған, арнайы машинамен бар сұраған азаматтың біреуі өзімін. Неге сіздер Байқоңырдың қияқтысын ашып жатсыңдар, неге сіздер қадам алмайсыздар? Соған міне әлі бүгінгі күнге дейін 2025 бүгінгі күніне шейін әлі бір адам алынған жоқ. Ол жерде бірнеше КамАЗ ауысады, бірнеше разный рабочий ашады, бірақ Байқоңыр елді мекені бір адамын алмайды. Байқоңыр елді мекенінде біз сияқты мысалы халық жүр, жұмыс істеу керек. Осы жағынан нақтыласаңыздар, мен сіздер түсініп отырмын, сіздер қоғам тыңдауға келіп, халықпен өткіздіңіздер, болды, кеттіңіздер. Ал негізгі основной күш осыны жаңағы тапсырыс беріп, жұмыс жасайтын адамда болып тұр негізі. Сіздерде емес, мен түсінігім солай ғой. Міне сіздер біраз жазып аласыздар, бұл ертең өшіп қалуы мүмкін, немесе жыртылып қалуы мүмкін ағалар. Жаңағы сіздердің айтқандарыңызды естігенім, әкімшілікпен бірлесе отырып дейді. Сондықтан ол кісілер хабарласса, немесе электронный почта берсе, менің тарапымнан қандай хат керек ол кісілерге, мен өз басым жазып бере аламын. Ал егер мен естімей қалып ертең іргеміздегі шаруа, мысалы біздің мынау Жезқазғанда осы Қоскөлде 200-дің үстінде үй болған. Әлі 100 семья керек бізге. Ал егер мынау дамып жатсақ, біз бұл жерде 500 үйдің жоспарында құрғымыз келеді. Сонда біз енді ауылдың аймақ ауыл шаруашылығын дамытып отырық әрине. Қазір біз сөйтіп мақтанамыз, бірақ бүгінгі күнде ол ауыл шаруашылығы жабылып жатыр. Неге? Бізде бұрын елді екі мекен болған. Құлжанбай Нарөлген деген. Міне солардың қазір Қосферма бізге кірмейді қазір. Солардың қазір бүгінгі күнге келгенде жаңа ғана міне солармен келіп көрдім. Тапсырма бойынша келді. 50 үй болған уақытта оларға жаңағындай 4 жылдық мектеп, соның бәрі болу керек. Сумен қамтамасыз ету деген программада бар ғой, енді оны мен айтты деп ешкім етпей қойды. Бүкіл жерде жазылып тұр, қазір мына ашса бәрі оқи алады, жолдауды да оқи алады, бәрі сауатты қазір. Сондықтан міне бүгінгі күнде қарадық, Құлжанбайымызда 6 адам, Нарөлгенімізде 11 адам, 50-ге жетпейді. Енді ол кісілердің осы екі елді мекеннің статусы жабылуға таяу, жабылады өсіп. Осы биылғы жылы алла қаласа жабылады. А біз неге осы жаңағы сіздер айтып отырсыздар ғой. Сондайға біз сіздерден енді қанша процент екенін білмеймін, болашақта оқып біліп, оны да білерміз. Бірақ өтініш әкім ретінде осындай келіп жатқан уақытта хат жүзінде шықса, осындай мамандар керек. Егер бізден шықпай жатса, онда ренжімеймін, сіздер ала бересіздер. Дұрыс па, менікі турасы осы ғой. Анығы осы. Сондықтан азаматтар, мысалы мен ертерек естіп жатсам, мен мысалы ауылға объявить етіп, арада қазір хабарландыру бар,
ауылды қалада жүрген азаматтарымыз осы жерде келіп сіздерде неге жұмыс істемеске 15 күнге сіздердің жұмыстарыңыз 5 күндік болмайды, мен білем 15 күн немесе бір ай болады, неше 23 күн болады или 24 күн болады, солай ғой. Сондайға қарассаңыздар, сосын жаңағы сіз шанның несін проценттерін айтып отырсыз, шыны керек, ол сіздердің енді мынау жобалап алғандағы статистика бойынша нелеріңіз ғой, мысалы. Бәлен кубты қазған уақытта бәлен шаң көтеріледі деп. Енді ол жағына ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ өтініш 10 жылдан кейін бұл жұмыс аяқталған уақытта сол жердің территориясы жаңа бірінші бетіндегі алғандарды бөлек қойып, кейін бетіне жауып кетуге мүмкіндіктеріңіз болса, міне осыған айтып жатсыздар ғой. Оны біліп отырмын, сіздер осыны ұйымдастырушы, ал бірақ қазатын адам да, оны басқаратын адам да олар уже бөлек. Осы құжат мәселе. Негізі соның бәрін әйтеуір толығымен жеткізсеңіздер, өтініштер осы. Ал енді одан кейін азаматтарымыз айтып отыр, ауылға көмек, ана мынау, енді оның проценттермен айта аласыздар ма, или басқаша рас, енді елді мекен болғасын міне су, свет, жол. Енді әрине мемлекеттік бағдарлама бойынша кезең-кезеңімен жасап жатыр. Енді ауданнан да ақша бөлініп, мысалы біраз шаруа жасалып жатыр, бұрынғыдай емес, қазір жасалып жатыр. Егер оның үстіне сіздерге көмек беретін болсаңыздар, бұл ауыл гүлденбегенде қайсы гүлденеді? Сондықтан істеріңізге сәттілік, болашақта осы жұмыстарыңыз жүзеге асып жатқан уақытта Қоскөл ауылының елді мекені, халқы, тұрғыны деген сияқты айтылып жатқан шаралардың бәрі